Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтау өңірлік университеті Қазақстанның жоғарғы оқу орындарының алғашқы 10-ның қатарына кіреді. Қазіргі таңда Жұбанов университеті академиялық артықшылық орталықтарын жобасына қатысып, қазіргі таңда алғашқы 5 қатарына кіруде. Осы жоба бойынша алғашқы 3 жылда Жұбанов университеті 4 миллиардтан астам теңге қаражатын ұтып алады. Одан қалды Жұбанов университеті қазіргі таңда 1 миллиардқа жуық бір жоба, үлкен мега гранттар жобасына қатысуда. Сонымен қатар Қазақстанда жарияланған жаңа мамандықтар атласын құру бойынша, мамандығын болашағым бойынша жергілікті өндіріс орындарымен байланыс орнатып, қазіргі таңда жобаны атқаруда. Биыл Жұбанов университеті министерствоның 19 ғылыми жобаларын ұтып, және халықаралық 3 жоба бойынша жұмыс істеуде. Жұбанов университетінің индекс хиршісі Scopus базасы бойынша 14-ші орында, Web of Science бойынша 11-ші орынға жетті. Биыл Жұбанов университеті Қазақстанның стратегиялық даму институтының өкілдігін ашты. Қазіргі таңда ғылыми жобалар бойынша Жұбанов университеті 373 миллион теңгені игеруде. Жұбанов университеті биыл алғашқы рет пилоттық жоба бойынша оқытушы зерттеуші деген грант жобаны өзі ішкі жариялап, 21 оқытушы сол жобаны ұтып алып отыр. Жұбанов университетінде биыл алғашқы рет профессор Бекешев Әмірбек Зарлыкович мақсатты бағдарламалық қаржыландыру бойынша жобаны ұтып алып отыр. Жұбанов университетінде биыл жас ғалым жоба бойынша 9 оқытушымыз осы жобаға қатысып ұтып алды. Құдайберген Жұбанов атындағы университеті биыл Қазхром, Ақтөбе Энергомаш, Астана Хаб, Samsung компанияларымен меморандумға отырып, алғашқы өндірістік байланыстарын жалғастыру жобаларын бастап кетті. Жұбанов университеті Қазақстан бойынша алғашқы 4 жоғарғы оқу орындарымен интегралдық GPA бойынша пилоттық жобаны бастап кетті. Соған алғашқы қатарға біздің жоғарғы орындардың ішіндегі Жұбанов университеті қатысуда. Hi there, everybody. I'm Dr. Stephen Barry, and I'm a lecturer in the Department of Curriculum, Teaching and Learning at the Ontario Institute for Studies in Education at the University of Toronto in Canada. So I hear that you have upcoming a research week, which is celebrating the work of researchers and research at Жұбанов University. So I want to congratulate the rector on this and all of the faculty and all of the students. And I think I should try to say Ғылым апталығымен құттықтаймыз and поздравляем с неделей науки. Dear colleagues, dear respected professor of Жұбанов University, Aktober, Kazakhstan, this is Adam Jagiełło-Ruszyłowski from University of Gdańsk in Poland. I want to congratulate you on your month of science. I want to greet you and wish you all successes with your research projects, with your publications, and with the quality of teaching.